Сонда бірінші нәрсе не деген кезде ғұмыры жайлы сұралады. Фима афнаху, қай жолда тауысты. Қараңыздар қандай ғұмыр, ол сіз бен біз тауысатын нәрсеміз. Афна, жоқ қыламыз біз. Күндердің бір күні ол бітеді. Сонда тек сұрақ қалады екен қияметте. Ойлаңыз, күндердің бір күні мына сіз бен бізге берілген ғұмыр, біреуге 90 жыл, біреуге 80 жыл ма, ол бітті, таусылды. Сөйтіп Алла Тағаламен жолыққан күні ғұмырыңды қай жолда тауыстың деген сұрақ қойылады. Бұны ешкім ойламауын қазір. Уақыттың қадірін ойлаңыз енді. 90 жылды қайда жібердің деп сұрайды мысалы Тағала. Сосын адам ол жерде бәленше деген нәрсені айтпақшы болса, мен қайдамын дейді ол 90 жылдың ішінде. Мен қайдам. Ғұмырды берген Алла болғаннан кейін, бұл ғұмыр сіздің өте маңызды байлығыңыз. Шайтан осы байлықты ұрлауға тырысады бізден.